Достар, финансовый грамотный адам боламын десеңіз, осы Брайан Трейсидің «Наука денег» деген кітабын каждый қазақстан адам оқу керек. Себебі үш маңызды пунктін айтып өтейін. Біріншісі, әр адам өзінің ақшасын арттыруды жоспарлап жүру керек. Көп жағдайда біз наймда жұмыс жасаймыз, зарплатасы аз болса да коллектив үшін жүре береміз. Ол дұрыс емес. Әр адам өзінің болашағына өзі жауап береді, ертең коллектив жауап бермейді. Екіншісі, ол әр тапқан табысымыздың 10%-ын бірінші атқаға жетіп жинап отыру керекпіз. Ол ақшаны біз болашақта өзіміздің инвестициямызға, бизнесімізге немесе өзіміздің қабілетімізді арттыруға жұмсаймыз. Бірінші ақшаның бәрін жаратып болып, потом қалған ақшаны жинау емес, ақша түскен бойдан бірінші 10%-ын жинау. Үшіншісі, ол біздің қабілеттерімізді арттырып отыру. Заманға сай қабілеттерімізді әрқашан арттырып отыру керек. Көп жағдайда мықты сотрудниктерге әрқашан жақсы ақша төленеді. Если наймда емес кәсібіңізде болатын болса, егер кәсіптің иесі мықты болатын болса, кәсіп те мықты болады. Достар, мына кітаптың ішінде көптеген пайдалы ақпараттар бар. Қаржыға қалай кредит алмаған дұрыс, қалай кредитті алу керек, немесе ақшаны қалай жұмсау керек, қалай жұмсамау керек деген секілді ақшаға қатысты барлық мәселенің барлығы осы кітапта. Достар, сақын тетіп алыңыздар, бір жерден тауып оқып, обязательно өзіңізге сөмкеңізде немесе полкаңызға осы кітап обязательно болсын сіздерде.